Әке қараш, бәрінің әкесі бар. Сіз сыймаған өмірдің кеудесі тар. Әке бүгін балаңның баласы бар. Атасы жоқ, немереңе дүние тар. Жұбайыңның жүректе жарасы бар. Сыңары жоқ аққудың айдыны тар. Ұл-қыздарың жүр кеудеде зар мұңы бар. Сенсіз алған әр демнің тынысы тар. Сізге арналған кеудеде жырларым бар. Үш құса боп өткізген фәниде тар. Сенсіз өсіп жатырған отбасың бар. Сенсіз әке, бірақта шаңырақтар. Ұрпақтарын адал болуға, адамдық қасиеттерді бәрінен де жоғары қоюға, аянбай еңбек етуге жетелеп, құшағында шуақты күнде жылыта білген, ызғарлы күнде тоңдырмаған, жүзі мейірімді, жүрегі жылы мына өмірдің кейбір қиыншылығынан қорғап, асқар белдерінен деме басырып, сылдырап аққан бұлағынан нәр берген, өмірдегі арманымызға адастырмай қанат қақтырған ең қымбат жан асқар тау әкеміз. Адал жар, сүйікті ата Бейсенбай Орынғалиұлы Кажимов еді. Адамгершілігімен, азаматтық іс-әрекетімен айналасына қадірлі болған ардақты әкемізді көзден кетсе де көңілден кетпейтін асыл бейнесін сағынышпен еске аламыз. Жетіру Тама Кенжебай руының тумасы, Есенберіш руының жиені. Бейсенбай Кажимов 1961 жылы Гурьев облысы, Балықшы ауданы, Кеңөзек селосында атамыз Орынғали мен әжеміз Райханның шаңырағында дүниеге келген екінші перзент. Әкеміз Бейсенбайдың бауырлары Сенбай, Дүйсенбай, Кенжебай әке мейірімінен құрышын қандырып, ана сүтінен нәр алып, әке ұлағаты мен ана тағылымына бөленіп өседі. Барлығы да оқып, тоқып, керегесі кеңейіп, өріс өсіп, бақытын еңбектен табады. Амал не, алақаны бар өмірдің шапалағы да бар, дейді халқымыз. Әкеміздің бауыры Дүйсенбай 2004 жылы бұл өмірден ерте кетеді. Аяулы әкеміз Бейсенбай 1969 жылы Гурьев қаласындағы номері 8 мектептің қабырғасында балалық боз бала шағын өткізіп, 10 жылдық білім алады. 1979 жылы Алтын ұя мектебін ойдағыдай тәмамдап, еңбекке ерте араласады. Әкеміз ер азаматқа тән батылдық пен жүректілікті талап ететін ең қауіпті мамандықтың бірі өртке қарсы қызмет саласына жұмыс орналасады. Бір жылдан соң, яғни 1980 жылы кеңес әскери қатарына шақырту алады. Отан алдындағы 2 жылдық борышын Қытай мен Қазақстан шекарасындағы Сары Бұқтар шекаралық заставасында абыроймен атқарып келіп, еліне оралып, еңбек жолын одан әрі жалғастырады. Өзіне жүктелген қызметті тындырымды, жауапкершілікпен орындап, басшылар мен әріптестер арасында беделге ие болады. Осы қызметте 1979-2000 жылдар аралығында лейтенанттан бастап подполковник шеніне дейін өседі. Қызмет ете жүріп 1984-1986 жылдары КСР ішкі істер министрлігі жанындағы Алматы өрт техникалық училищесіне оқуға түседі. 1991-95 жылдар аралығында Өзбекстанның ішкі істер министрлігі жанындағы жоғары өрт техникалық мектебіне оқуға түсіп, білім деңгейін одан әрі көтереді. Шенді қызметін адал атқарып, зейнеткерлікке шыққаннан соң, еңбек жолын 2000-2013 жылдар аралығында Атырау мұнай өңдеу зауытына қарасты өртке қарсы газдан құтқару және медициналық қызметінің басшысы ретінде жалғастырады. 2013-2018 жылдар аралығында Батыс Петролиум, Ақсұңқар Security мекемелерінде тексеруші қызметін атқарады.
Ерді еңбегіне қарай бағалайды демекші, өзінің саналы ғұмырын, жастық шағын, көш қайратын, бар жігерін елінің, халқының қауіпсіздігін қорғауға жұмсаған Бейсенбай Орынғалиұлының ерен еңбегі лайықты бағаланады. Атырау мұнай өңдеу зауытының ішкі істер басқармасының медальдары мен мақтау грамоталарын иеленеді. Сондай-ақ әкеміздің мерейлі 50 жасқа толуына орай зауыт және басқа да мекемелердің атынан құттықтау хаттар жолданады. Бейсенбаймен құда болғанымызға 10 жылдан кетті. Қыза болып отырмыз енді. 10 жыл ішінде құдамен өте жақын болып кеттік, араласып. Өте жақсы. Каждый раз қандай мероприятие болса да, қай үйде болса да келіп бірге болып араласып тұрдық. Өте ақ көңіл, жақсы, сабырлы. Ол да көп сөйлемейді, мен де көп сөйлемеймін, жайлап екеуміз отыратын едік. Атырауда сыйлы бүкіл Қазақстан біледі екен оны, былай қарағанда. Өзінің бірге оқыған, Алматыда бірге оқыған жігіттері жолшыбай кездесіп, пойызда қарсы алып, бүкіл пойыз кім келе жатыр деп сұрапты бәрі. Военныйлар неғып жүрді, пойызда күтіп алды. Онда айтып, қасында болғанда айтады, генерал келе жатыр деп айтқан, мен какой молодой генерал деп айтады. Жақсылардың сары алтын ғой жүрегі, ер қадірін ел жақсы біледі. Жақсылардың жолын қуған әз ұлын халқы мәңгі ойда сақтап жүреді деп ақындар жырлағандай. Әрбір жүктелген лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып, ел жұрт арасында танылып, әр басқан ізінде тәртіп орната білген әкеміздің ерен еңбегі құрмет демалысына шығарда да еленіп, қара алтын өндіретін қара шаңырақ Атырау мұнай өңдеу зауыты басшылығы атынан құрмет грамотасымен мадақталады. Ең басты құндылық ол адамдар арасындағы сыйластық десек, соның ішіндегі ең маңыздысы мемлекет негізін құрайтын отбасы мүшелерінің татулығы. Міне, сондай отбасылық сыйластық пен татулықтың туын желбіреткен әкеміз бен анамыз біздің мақтанышымыз. Әкеміз Бейсенбай 1987 жылы тамыз айының 28 жұлдызында анамыз Бақытгүлмен тағдыр табыстырып, отбасын құрады. Абыройлы отбасының ұйытқысы болды. Әкеміз бен анамыз екеуі бірге 34 жыл бір шаңырақ астында бақыттың бесігінде тербеліп, қуаныштың құшағында салтанат құрып, тату тәтті өмір сүреді. 1988 жылы тұла бойы тұңғыштары Ерсайын араға тағы бір жыл салып, қыздары Индира, 12 жылдан кейін сағынышпен күткен кенже қыздары Іңкәр өмірге келеді. Шаңырақтарының іші сәбилерінің тәтті күлкісімен нұрланады. Тұлымшағы желбіреген ұлы мен балауса қыздарына ақыл кеңестерін айтып, білім алуына жете мән беріп, қарапайымдылыққа, үлкенді сыйлайтын, кішіні қамқорлайтын азамат болуды үнемі талап етіп, тәрбиелеп өсірді. Жүдәлі мінез ұлымды батыр бол деп өсірдім. Биязы мінез қызымды асыл бол деп өсірдім демекші. Ата-анамыздың шаңырағында қуаныш жалғасын табады. Батырдай ұлы Ерсайын үйленіп, әселдей ақ құсын қолына қондырады. Асылдай қызы Индира өмірде өз теңін табады. Русландай азаматпен бас қосады. Бейсенбай Орынғалиұлының шаңырағында жанұя жылулығы еселенеді, ұрпақтары өрбиді. Немерелері Айсұлтан, Малика, жиендері Дана, Тамириспен керегелері кеңейеді. Немере жиендердің қолынан мөлдір су ішкен ата әже бақытына бөленеді. Ата-анамыз алаша, ысық руларымен құдандалы болады. Құда-құдағайлармен араласып, құраласып. Бірге туған бауырлардай араларында туыстық қатынастың жібек жібі үзілген емес.
Сондай-ақ асыл азаматтың дос дегенде көңілі бөлектін. Сонау жастық шақта танысып табысқан достары, курстастарымен де байланыс үзілмей, күні кешеге дейін сыйластық қатынас орнатқан. Сонымен қатар жерлестер арасындағы достарын ерекше бағалап, бірқатар бас қосуда әзілдер жарасқан тату жандар атанды. Ол үшін достықтың тұғыры биік еді. Достардың басына қандай ма іс түссе де, жандарынан табылатын абзал азамат болатын. Бүгінде Бейсенбайдай достан мәңгілікке аралары ажырап кетсе де, артында қалған жан жары бақыт гүлге қашанда демеу болып, дайымда көмек қолын беруден тартынбады. Дос ретінде мінезі байсалды, мінезі өте байсалды болды. Бұлай ортамызда аз сөйлеп көп тыңдайтын болды. Бірақ енді өзінің жұмысына да, шаруашылығына да, отбасына да, достарына да Бейсенбай өте биік тұрған жігіттердің біреуі. Жақсы дос болдық, жақсы көрші болды, жақсы әріптес болдық. Нағыз қызық көру шағында еден өтіп кетті. Мадияға жазылған деген бар ғой. Сол Бейсенбай көрмеген қызықты, бақытты көрсін, балдары көрсін, қызықты Алла тағала тек жанатта қылсын Бейсенбайдың. Жас азамат етіп ортамызда жүрген. Енді ол өте ауыр жағдай енді. Ағамнан айыру деген ол өте қиын болды енді. Жақсы көретін ағам еді, ақыл айтып отыратын еді. Иманды болсын еді. Артта көрмеген қызықтарын жеңгем, балдары, немерелері көрсін. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген мақалды жадында берік ұстанған үлкен мен үлкенше, жас пен жастарша сөйлесетін, көпшіл мінезімен елге ардақты, ортасына құрметті. Маған болған жақсылық басқалардың да бақшасынан табылса екен деп тілеген Асқар Тау әкеміздің алып бәйтеректің мезгілсіз құлағаны жанымызға қатты батады-ау, қайтейік. Асқар Тауым, жан әкешім, арада қанша күн, қанша ай өтсе де, күн өткен сайын өзіңді сағынып, сарғайған жүректегі сағыныш сезімінің құлына айналып бара жатырғандаймыз. Немере жиендерің әлі де есік ашылса, өзің кіріп келердей елеңдеп күтуде. Ал жақында ғана өмір жарығын көрген арлан жиеніңізді көре алмай кеткеніңіз жанымызға қатты батады. Орны бар оңалар деген. Бұл күнде әкеміз Бейсенбай өмірден өтсе де, оның шаңырағында отын өшірмей, түтінін түзу ұстап, ұл қыздары немере жиендеріне ақылшы, әке орнына әке, ана орнына ана болып отырған аяулы анамызға әке көре алмай кеткен ұрпақ қызығын көруді Алла нәсіп етсін. Артында ұрпағы біздер бармыз. Анамыздың жанын жараламай, әкеміздің жоғын білдіртпей, әке ізімен, әке салған соқпақпен жүру парызымыз. Алла соны қош көрсін. Жан әке, 2021 жылы 31 тамызда келместің кемесіне мініп, мәңгілік алғабас қауымынан мекен бұйырғанына 1 жыл. Қанша қимасақ та, өмір заңына сәйкес дүниеге келу барда, дүниеден кету және бар. Осынау жаратылған табиғаттың бұл заңына бас емеске амалың тағы жоқ. Аллахым әкеме жанатты нәсіп ете көр, қабір азабынан сақта, тозақ отынан сақта. Асыл әке, жаның жанаттан орын алып топырағың торқа, иманың жолдас болсын. Сіз біздің әркез жадымыздасыз.